Қайырлы күн, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Эфирге дайынбыз. Бүгін бізде мерекелік эфир, көптеген қонақтар келеді, жаңа қатысушы келеді. Сол үшін 14:30-да Евразия бірінші арнасын өткізіп алмай, бізбен бірге бүгінгі эфирді тамашалаңыздар. Өткізіп алмаңыздар, қызықтар өте көп болады. Барлықтарыңызға сәтті күн тілеймін. Білесіз бе, біздің бүгін жобаға ерекше деп айттық қой кеше, ерекше, ешкім күтпеген жаңа қатысушы келеді. Кім деп ойлайсыз? Неге қорқып отырсыз? Білмеймін. Ғашық болып қаламын жігіт болса деп ойлап тұрсыз ба? Жоқ. Мүмкін ол қыз шығар. Мүмкін ол ел адам шығар. Білмеймін, бір адам ойымда бар, бірақ ол келуі мүмкін емес деп ойлаймын. Сол бұрынғы қатысушылар шығар. Неге бұрынғы қатысушылар? Неге бұрынғы үміткерлер емес? Ерекше дегенге қарағанда, либо бұрынғы үміткер, либо бұрынғы қатысушы деп ойлаймын. Нақты бір адамның атын айта аласыз ба? Айта алмайсыз. Қалай ойлайсыз, біздегі ең ерекше үміткер кім болды? Есімін түсіріп алайын, келесі сұрады едім. Қыздар мерекеге ерекше дайындалған, бәрі көйлекпен құлпырып жүр. Ақталқын, айттық қой біздің жобаға бүгін бір жаңа ерекше қатысушы келеді деп. Кім деп ойлайсыз? Үміткер деп ойлаймын. Үміткер? Үміткер да. Бір адамға келген қызға или ұлға келген. Ұл келетін сияқты, қызға келген. Ұл келетін сияқты. Ұл келгенін қалайсыз ба әлде? Қыз келгенін қалайсыз? Ұл, конечно. Жігіттер негізі тезірек келеді. Мәссәләм. Мүмкін жас қыздар керек шығар әдемі бізге. Ол да керек. Қыздар аз ғой, бізде жас қыздар аз. Студияда қонақтар көп, оның бірі Бексұлтан мырза. Қалайсыз? Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, құрметті Қосылайықтың сүйікті көрермендері. Бүгін арнамыздың туған күні деп осы мерекеге арнайы бөлісіп кеп қалдық. Құтты болсын туған күндеріңіз. Осы нөмірі бірінші арнада, нөмірі бірінші бағдарлама Қосылайық бағдарламасы жасай берсін, ұзағынан болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Өзіміз осы жерден түлеп ұшқаннан кейін су ішкен құдығымызға түкіретін адам емеспіз. Керісінше сонда бір Қосылайық жабылсын деген бір кереғар пікір естіп қалсақ, кішкене көңіліңізге тиетін, шамымызға тиетін болыпты. Сондықтан да құрметті қазақ елі, құрметті қазақ халқын, біз сияқты отбасылар бұл жерден шығып жатқан кезде сонда жақсы дүниеге олай қарсы болмаңыздар. Рахмет айтамыз. Бексұлтан мырза сақадай дайын, сай сияқты, қолындағы парағына қарасақ, ішінде біраз дүние бар сияқты. Сол үшін міндетті түрде эфирді көріңіздер. Сұлу болып Зухра ханым әдеттегідей келіп қалды студияға. Пожалуйста, бетіме фильтр қош, әйтпесе бәрі қарымыз қайттан келіп. Ой, қайдағы жап-жас, 18-дегіден де жас болып тұрсыз ғой бүгін деген. Күлгін түсті көйлегіңізді киіп алып. Бүгін өзіңіз емес, жарыңызбен, күйеуіңізбен бірге келіпсіз, Күйеуімді. Айтпесе бәрі жазып, Бексұлтан қайда, Бексұлтан қайда. Иә, ой, бір қайда. Ой, томалақ деп уақыт болмай жан. Бірге уайымдамаңыздар, екеуі бірге.